сигналымызға айтты, соны берсе ғой, ауға қандай көмек болады? Жақсы аға. Қайырлы күн. Қоғамдық тыңдау регламенті бойынша бүгінгі қоғамдық тыңдаулардың төрағасы өзімді Тараз қаласы Әулиеата ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық абаттандыру және инфрақұрылым бөлімшесінің басшысы Қыдырәлиев Айдос Кенжебайұлы боламын. Бүгінгі қоғамдық тыңдаулар тақырыбы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Амангелді А1 блогының құм қиыршық тас қоспасының кен орны қоршаған ортаға әсер ету рұқсат беру үшін нормативтік құжаттары бойынша. Бастамашы Құмтас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобалаушы ЭКОКС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ашық жиналыс арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін жалпы жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың хатшысын және дауыстарды санауға жауапты тұлғаны сайлау, сондай қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесін бекіту қажет. Осыған байланысты жалпы жиналыстың хатшысы және дауыстарды санауға жауапты тұлға болып Тараз қаласы Әулиеата ауданы әкімдігінің өкілі Жұмабай Аймекенді кандидатурасын ұсынамын. Дауыс беріңіздер. Дауыс берсеңіздер. Қарсы емессіздер ма? Қарсы емеспіз. Жақсы. Ашық жиналыс арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін баяндаушының баяндамалары 5 минут, баяндамаларды талқылау және қоғамдық талқылауға қатысты қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушыларға ескертулер мен ұсыныстарына жауап беруді 10 минут. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығаруға 2 минут. Қарсы емессіздер ма? Дауыс берсеңіздер. Қарсы емеспіз. Ендігі сөз кезегі баяндамашы ЭКОКС жауапкершілігі серіктестігінің ұйымының өкілі Дабылтаева Жанерке Бақытқызына сөз беріледі. Қайырлы күн. Мен өзім таныстырып өтейін. Менің есімім Жанерке Бақытқызы. ЭККС жауапкершілігі серіктестігінің жобалаушы маманы болам. Бүгін қоғамдық тыңдауымыздың тақырыбы Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Амангелді А1 блогының құм қиыршық тас қоспасының кен орнының қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына 2026-2035 жылдар аралығында рұқсат алу тақырыбында болмақ. Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағына және де 70 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар қағидаларды өткізу Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамызындағы 286 тармағымен бекітілген. Бүгін қоғамдық тыңдауымыз осы жоғарыда аталып өткен баптардың барлық тармақтарына сәйкес орындалып отыр. Жалпы нысанға келетін болсақ, карьер Тараз қаласының солтүстік батыс шетінен батысқа қарай 5 километр қашықтықта орналасқан ең жақын елді мекен Бектөбе алқабы болып табылады. Карьердің алып жатқан ауданы 27,3 гектарды құрап отыр. Кен орнының жалпы жұмыс процесіне арсу жұмыстары құм мен қиыршық тас қоспасын алу, алынған материалдарды тиеу және оны қоймаға немесе тиеу алаңдарына тасымалдау болып табылады. Құм қиыршық тас қоспасын өндіру жылына 50 мың текше метрді құрап отыр, тәулігіне 200 текше метр, ал жылдық артық жыныс көлемі жылына 6000 метрді құрап отыр. Бұл артық жыныс дегеніміз скрышные породы дейді ғой, орысша айтқанда, соны өндіру 6000 метрді құрайды. Жұмыс ұзақтығы тәулігіне 8 сағат, жылына 250 күн жұмыс күні бар. Келісімшарт бойынша карьердің жұмыс істеу ұзақтығы 2038 жылға дейін кен орнын игеру, бұрғылау және жару жұмыстарынсыз жүзеге асырылады. Жоба бойынша қоршаған ортаның ластануы қиыршық тас қоспасын өндіру кезінде, оны тасымалдау кезінде және сақтау кезінде орын алады. Қоршаған ортаны ластайтын негізгі зат мұнда бейорганикалық шаң болып табылады. Оның ауаға тастайтын жылына мөлшері 10,25 тоннаны құрап отыр. Карьерді сумен қамтамасыз ету, шаруашылық ауыз су адамдардың күнделікті пайдалануына, өндірісті сумен жабдықтау, сырттан тасымалдау негізінде жүзеге асырылады. Тәулігіне 4 текше метр көлемінде су қолданылады деп отыр. Есептелініп отыр.
Ал қолданылған тұрмыстық ағынды сулар су өткізбейтін бетон шұңқырларға ағызылып, ассенизатор машинелерінің көмегімен тазарту қондырғыларына тасымалданады. Сонымен қатар карьердің жұмыс жасау барысында мұнда бізде қалдықтар түзіледі. Атап айтқан кезде жылына 9600 тонна көлемінде аршылған жыныстар және де карьердегі жұмысшылардың жұмыс істеу несіне қарай тұрмыстық қалдықтар жылына 1,5 тонна көлемінде қалыптасады деп отыр. Сонымен қатар карьердегі техникалардың жұмыс істеу процесінен мұнда бізде пайдаланылған май қалдықтар және де пайдаланылған май сүзгілері қалыптасады деп отыр. Пайдаланылған май қалдықтары жылына 0,55 тоннаны құраса, май сүзгілері жылына 1,2 тоннаны құрайды деп есептелініп отыр. Қалдықтардың негізгі көп бөлігі мұнда аршылған жыныстар болып табылады. Ол өндіріс қалдықтарына жатады және де ішкі үйінділерге орналастырылады. Қажет болған жағдайда карьерді қалпына келтіру кезінде пайдаланылады. Ал техникалық қызмет көрсету қалдықтары мен тұрмыстық қалдықтар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жинауға, қайта өңдеуге немесе арнайы мекемелерге өткізіледі. Тақырып бойынша осымен мен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойып өтсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Карьерге қатысты ұсыныстарыңыз болса айтып өтіңіздер. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болмаса, онда Аха, рахмет сізге. Құмтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Енді менде бір ұсыныс болып тұр. Сіздер мен біздер Әулиеата ауданы арасында бір серіктестік туралы меморандум жасасақ, осы Бектөбе алабына, қала аумағына, Әулиеата ауданының аумағына бір абаттандыру жұмыстарын жүргізу бойынша осыны хаттамаға енгізсек, келісесіздер. Аха, енді келіспеушіліктер жоқ болса, бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауаның ластауының қаупі төмендейді. Барлық ұсынылған материалы қолжетімді және түсінікті болды. Қатысушылардың шешімі қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды. Барлық қатысушылар өз пікірлері үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады. Рахмет қатысқандарыңызға.